сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Сіздер қазақтың аса көрнекті ғалымы, демократ ағартушысы, этнограф саяхатшысы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың 150 жылына арнап салынған мемлекеттік мемориалдық Алтын Емел музейінде тұрсыздар. Осынау тамаша ғимарат, мына қараңыздар, қазақ тәрізде жасалынған. Ортасында балалар мен әшекеленген. Бұл ғимаратты Бекир Ибраев, Серік Рүстембек, Рүстем Сейдалин. Сол үш кісінің арқасында осындай тамаша біздің ауылымызда музей тұр. Сөйтіп айтуға болады. Алдарыңызда ақ мәрмәр тастан жасалған Шоқан Уәлихановтың мүсіні. Бұл мүсінді Хакимжан Наурызбаев жасаған. Оның жоғары жағында биіктігі 10 метр, көлденеңі 6 метр кілем. Кілемде сіздер Шоқан Уәлихановтың жүріп өткен жолдарының картасы түсірген. Қараңыздар. Яркент, Қажғар, Құлжа, Алтын Емел, Асу арқылы. Бізде осы Алтын Емел бар ғой? Верный деген Алматы қаласы. Қапал, Аягөз, Семейге дейін барған екен. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл жаңағы Габелен деп аталады. Габеленде Шоқанның барлық барған жерлері, жүрген жерлерін бәрін түсіріп қойған. Қарасаңыздар, 19 ғасырдағы Россия, міне сол жақта. Әппақ қазақ үйлер көріп тұрсыздар, атты әскерлер шауып баратқан. Қазақ даласындағы мешіт, жаңағы өзі түйелі керуен, осы түйелі керуенмен жаңағы Құлжаға барған екен. Шоқанның туған жері Оқжетпес, және де қазақ даласы бейнеленген. Бұл кілемді тоқу үшін 250 килограмм таза қойдың жүні кеткен. Кілемнің авторы Шамил Қожахан. Керемет кілем. Керемет кілем екен. Мен байқаған жоқ, мен мынаны ойлағам, немен. Суреттеп па? Суреттеп ойлап қалдым. Таза қойдың жүнінен тоқылған. Міне барлық туынды, Шоқанның барлық несі осы Габеленнің ішінде. Аға алаша сияқты. Арғы атасы міне Шоқанның Абылай хан, қараңыздар. Абылайдан тараған Уәли, Уәлиден тараған Шыңғыс Уәлиев міне. Шоқанның әкесі Шыңғыс Уәлиев. Ол да әскери училищеде білім алған. Полковник шені бар. Және Шоқанның әжесі, әжесі деп шешесі Мұса Шорманқызы, міне Зейнеп Шорманқызы ғой, сол кісілердің отбасы. Нағашы жұрты. Інісі Әбіл Мақыжан, Қанқожа, Көкіш Уәлихан, Нұрида қарындасы. Мына сол кісінің ыдыс-аяғы ма? Иә, ыдыс-аяқтары өзі тұтынған жеке заттары. Күміс қасық, күміс тостаған, бір шынтақтайтын ыдыс. Иә, Шоқан атамыздың. Парша белбеуді қанша жыл болған? Белбеу. Парша белбеуі біздің атамыздың. Парша матасынан е? Иә, парша матадан. Шоқанның әжесі Айғаным. Ол кісі парасатты, білімді, дарынды адам болған, 7 тілде сөйлей білген екен. Патша үкіметі осы мекенжайды, бұл мекенжай Сырымбетте. Қазір бұл музей болып тұр. Сол Сырымбетте әдейілеп патша үкіметі осы кісілерге салдырып берген екен. Бүткіл балалық шағы Шоқанның осы кісінің қасында болған. Әжесіне? Иә, әжесінің қасында болып. Көп тәрбиені әжесінен алған ғой. Айғаным әжесі. Әжесінің аты Айғаным. Иә, Айғаным дейді. Шоқан Сібір кадет корпусында оқыған міне. Сол кездегі Омбыдағы ең таңдаулы оқу орындарының бірі болды ғой. 12 жасында әкесі алып келеді Сібір кадет корпусына. Сол кезде өзінің орыс достары міне, Ядранцев пен Потанин, Шоқанның орыс достары, бірақ та өзінен үлкен болған. Сонда мына Потанин өзінің естелігінде жазады, Шоқан өте алғыр бала болды, өзінен 2 жас үлкен балаларды басып озған. Білімділігіне білімді бала болды ғой. Мына пистолетті көріп тұрсыздар. Кәне Артур ағай. Бұл өзі кішкентай пистолет болғанмен тапанша. Алыс қашықтыққа ұшады екен. Өзі кішкентай ғой, бірақ та жаңа алтынмен кішкене өңдеген әні көрсеңіздер. Кісі қолданған ба? Қолданған, иә, Шоқан қолданған. Бұл форма. Тапаншасы. Шоқан формасы емес, бұны жаңа Щучинск қаласындағы, Щучинск неде, Көкшетауда. Сол түлектер әкеп берген бізге, кадет корпусы бар. Сол кісілер бізге әкеп сыйға берген екен. Негізі ұқсайды екен, е? Ұқсайды, былай Шоқанның киген нелері сияқты ғой. Формалар. Енді ол да сондай. Формалар. Көрдің ба мүсінін? Мрамор тас қой. Не? Мрамор тастан жасалған. Бұл арбаны Шоқан осы жерге келген, осы арбамен жүріп өткен. Бұл арбаның түп нұсқасы сіздерде Семей Абайда. Абай музейінде осындай арба бар, сол арбаның көшірмесі. Мынау Қырғызстанға барған кезде Шоқан Манас поэмасын жазып отырған кезде. Мына кісілерді қарап шошқып. Батыр ғой, соны зерттеп, соны жазып алып отыр, міне қырғыздар.
Ана жерде ол Мынау Манас поэмасы жазды ғой, сол Иә, кезде иә. дейді барған. мавзолейдің макеті. Бұл да сіздер жақта ғой, Семейде. Иә. Ақсық станциясында бар мавзолей. Шоқан ат басын бұрып, осы жерге өзі барып көрген екен мавзолейді. Арман, қолын ұстама. Шығармайсың. Қозы көрпеш Баян Сұлудың зираттың макеті дейді мынау. Көрдің ба? Түркістан жақта ғой, иә онда. Семейде. Семейде Таңсық станция. Мыналардың нелері, иә? Біздің өзіміздің ата-бабамыздың салған суреттері ғой, тастарда. Шоқан. Мынаның бәрін қараңыздар. Жүрген жерде мынау даланың картасын түсірген, қазақ даласының. Барған жерде, Семейге барған кезде, Құлжаға барған кезде, даладағы мазарлардың бәрін өзінің күнделігіне түсіріп отырған ғой. Мына күнделігінен алынған суреттер. Қалай салған, иә, сол кезде қараңыздаршы. Тасқа салған. Мұна мүсінді көрсетіп жіберейін. Шетінде жазу бар ма екен? Қарадан қарап жылағым кетті ғой. Міне. Шоқан Уәлиханов атамыздың салған суреттері көрдіңіздер ме? 1856 жылдары. 1856 жылы салған суреттері осындай болған. Қараңыздар. Қарадан қарап, көзіме жас кеп мына жерде бар ғой ағайын. Қобылжып тұрмын кәдімгідей. Міне. Эпос Манас дейді. Қырғыз тілінде жазылған дейді. Негізі неше сияқты кітаптар бар екен мына жерде. Елу 9-шы жылы Шоқан атамыздың салған суреттері екен мынау. 56-шы жылы салған, 59-шы жылы салған Шоқан атамыздың суреттері ағайын. Мына жерде бір бөлек әсер алады екенсіздер. Мен өзім қобалжып көзіме жас келіп. Ой, құдайым. 35-те туып, 65-те қайтыс болды. Достоевский мен Шоқан қараңыздар. Мына жерде Шоқан Қытайға баруға дайындалып жүрген кезі. Шашын алып тастап, Әлімбай байдың бейнесін салып барады ғой. Бұл көпец болып саудагер ретінде барады ғой Қытайға. Иә. Оған дейін Қытайға ешкімді кіргізбейді. Ол жерге Европаға беймәлім болған халық қой. Сонда бір неміс географы Адольф Шлагенбейт барған екен, бірақ та оның басын алып мұнараға қалап тастапты. Сондықтан Шоқан қорқады. Шоқан осы баруға, оған ұйытқы болған Семенов Тянь-Шанский ана жерден. Атақты орыс географы, саяхатшы ғой. Осы кісі жібереді, сен неге десең азиатсың, соларға ұқсайсың деп, басына сәлдесін тағы саудагер ретінде жаңағы керуенмен барып келген ғой, түйелі керуенмен. Достоевский мен Шоқанның суреті бұл Семей қаласында түскен, ең соңғы рет кездескендері екеуінің. Федор Достоевский, иә? Иә, Федор атақты жазушы орыстан. Семейде не десті ғой? Кім? Шоқанның. Ауырды ғой. Ауырды. Иә. Бұл ауырып, осы Шоқанға, осы ауылға келеді ғой, біздің ауылға келіп, Тезек төре деген кісілер болады, Көшен деген. Солардың өзінің туысы ғой олар, төрелер. Елі жоқ қой оларда төре деген. Сонда сол мына кісінің келіп, осы жерде қымыз ішіп, жайлауға дейін. Бірақ та ол емі жазылмайды ғой енді, емделмейді. Одан сайын асқынып, небары солар толмас 30 жасында кенеттен қайтыс болады осы ауылда. Сол музейдің тұрғаны, памятниктің жаңағы Шоқанның бейіті осы біздің ауылда болғаны сол, осы жерде қайтыс болғаны үшін. Тезек төренің екеуінің кездесуі міне. Осы жерде қайтыс болды, осы жерде жерленді, иә? Жерленді осы жерде. Иә. Жайлауы, осы кісінің жайлауы болыпты ғой. Сонда мұның бәрін өлеге салған бізге? Иә. Жоқ, осы жақта онда ремонт бізге болды ма?
Сол кезде специально художниктар келді. Сол художниктар келді.